Баршаңызға сәлем. Бүгін мен өзімнің ең сүйікті салатын фунчузаны рецептімен бөлісетін боламын. Және де алдағы уақытта да түрлі рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама подписаться батырмасын басу арқылы жазылып кетуді ұмытпаңыз. Әрине, кейбіреулеріңіз фунчуза салатының жасалу жолын білетін боларсыздар, бірақ мен каналымда барлық рецепттерін болған қаладым. Енді кейбіреулер білмей іздеген кезде кез келген рецептің түрін таба алатындай канал болғанын қаладым. Енді рецептімізді бастайық. Видеода өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай етті жұқа және ұзынша етіп турап аламыз, және 2 қасық соевый соус құйып мариновать етіп қоямыз. 2 орта көлемдегі сәбізімізді осындай терканың көмегімен ұзынша етіп өткізіп аламыз. Салатымызға дәм беру үшін және әдемілік көрініс беру үшін осындай болгар бұрыштарының 2 түсін пайдаландым. Бірі қызыл, бірі көк түсті. Егер сіздерде сары немесе жартылай ашты болгар бұрышы болса, оны да пайдалана беруіңізге болады. Салатымызға қосатын көкөністердің барлығын видеода өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп турап алдым. Себебі салатымыздың ішінде езіліп жоқ болып кетпей, әдемі болып көрініп тұру үшін. Рецептке пайдаланып жатқан фунчузаның граммы менде 500 грамм, сондықтан мен құрамына қосатын көкөністердің барлығын 2 данадан пайдаланып жатырмын. Яғни қызанақ 2 дана, сәбіз 2 дана, болгар бұрышы 2 дана деген сияқты барлығын 2 данадан пайдаландым. Толық рецепті описаниядан көріп алсаңыздар да болады. Міне көкөністердің барлығын ұзынша етіп турап, барлығын алдын ала дайындап алдым. Ендігі кезекте фунчузамызды ыстық суға бұқтыру арқылы пісіріп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен дракон фунчузасын пайдаландым. Бұл ең жіңішке түрі. Фунчузаның да бірнеше түрі болады, яғни жіңішкелігіне қарай жіңішке, орташа жіңішке немесе қалыңдау көлем түрлері де болады. Мен негізінде әдетте орташа жіңішкеліктегі фунчузаны пайдаланатынмын, бірақ дүкенде бары осы болды, сондықтан осыны пайдаланып жатырмын. Енді қызып тұрған майымызға алдын ала бірнеше сағатқа маринадтаған етімізді баяу отта қуырып аламыз, себебі етіміздің пісуі қиын, сондықтан шикі болып қалмас үшін баяу отқа қойып 10-15 көлемінде қуырып аламыз. Және теркадан ұзынша етіп өткізген сәбізімізді бір 5 минут көлемінде қуырсақ жетеді, себебі қатты өліп қалған сәбізде керек жоқ, салатымыздың ішінде әдемі болмай көрінбей қалуы мүмкін. Үстіне бір дана чесногымды салып, алдын ала туралап алған қызыл көк болгар бұрыштарымды салып 2-3 минут қана қуырып болған соң отымды өшіріп тастадым, себебі бізге қатты қуырылған керек жоқ. Және ескеретін жағдай, фунчузаның қалыңдықтарына, яғни жіңішке, орташа, қалың болуына байланысты бұлардың бұқтыру уақыттары да әртүрлі болады. Сіздер өздеріңіз пайдаланып жатқан фунчузаның қаптамасын сыртынан оқып алсаңыздар болады. Енді салатымызға дәміне қарай тұз, қалауыңыз бойынша бұрыш салып, жаңағы қуырылған қоспамызды, помидор огурцымызды салып, және арнайы фунчузаға арналған дәмдеуішімізді қосып араластырсақ болды, дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Сіздер де осы рецепті пайдаланып жасап көріңіздер. Өте дәмді салаттың бірі.
немесе комментарийға өзіңіздің жасау рецептіңізді де бөлісіп кетсеңіз болады. Мен бұл видео рецепті түнде түсіріп тұрмын, сондықтан камера бұл салаттың әдемілігін, дәмінің кереметтілігін жеткізе алмай тұрған сияқты. Видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, комментарий жазып кетіңіз. Және де алдағы уақытта түрлі рецепттерді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп кетіңіз. Назарыңызға көп рахмет.